Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы топырақтың қандай қасиеті бар? Бүгінгі сабақта топырақтың негізгі қасиетімен танысамыз. Балалар, ойланып көрейікші, топырақтың түсі неліктен әртүрлі болады? Балалар, ол үшін қарашіріктің не екенін есімізге түсіріп көрейік. Қарашірік өсімдіктер мен жануарлардың қалдығынан түзіледі. Оның құрамында қоректік заттар болады. Топырақтың түсі қарашірікке байланысты екенін білеміз. Егер топырақта қарашірік неғұрлым көп болса, топырақтың түсі қара болады. Балалар, ендеше топырақтың басты қасиетіне назар аударайық. Қарашірігі көп топырақ құнарлы болады. Құнарлылық топырақтың басты қасиеті. Топырақтың өсімдіктерді сумен және қоректік заттармен қамтамасыз ету қасиетін құнарлылық дейді. Ол топырақ құрамындағы қарашіріктің мөлшеріне байланысты болады. Мұндай топырақ су мен онда еріген қоректік заттарды сақтай алады. Құнарлы топырақта өсімдік жақсы өсетінін білеміз. Себебі топырақта балалар қарашіріктен басқа ылғал мен ауа мол болады. Балалар, топырақтың қасиеті оның құрамына байланысты болатынын білеміз. Енді соның себебін тауып көрейік. Ол үшін тығыз, ылғалды, құрғақ топырақ, борпылдақ топырақтың қандай болатынын есімізге түсіріп, сәйкестендіру ойынын ойнайық. Балалар, сендер де дұрыс тапты деп ойлаймын. Сонымен тығыз топырақ ол ауасы аз топырақ екен. Ылғалды топырақ аты айтып тұрғандай суы мол топырақ екен. Құрғақ топырақ суы аз топырақ екен. Ал балалар, борпылдақ топырақта ауа көп болатынын есімізге түсірдік. Ал енді балалар, мына суретке назар аударайық. Суреттегі топырақтардың қасиетін болжап көрейік. Бірінші суретте өзіміз көріп отырғандай, топырақта ылғал өте аз, топырақ құрғақ, тығыз, ауасы аз, қарашірігі өте аз. Сондықтан мұндай жерлерде өсімдік өте сирек өседі. Келесі екінші суретке назар аударсақ, бұл жерде топырақтың ылғалы өте мол, борпылдақ топырақ, себебі ауа жеткілікті, қарашірігі мол, құнарлы топырақ деп айтуға болады, себебі бұл жерде өсімдіктер өте жақсы өседі. Топырақтың құнарлылығын арттыруда кейбір жануарлардың да көмегі өте мол. Мысалы, жауынқұртты алайық. Жауынқұрт топырақты қопсытады, ал қопсыған топырақ борпылдақ болады. Оның түйіршіктері арасында ауа көбейіп, су да жақсы жүреді. Сонымен, бүгінгі сабақты қорытындылай келе, топырақтың негізгі қасиеті құнарлылығы екенін білдік. Топырақтың қасиетін сипаттап үйрендік. Топырақтың негізгі қасиеті құрамына байланысты екенін анықтадық. Енді балалар, жетістік ағашы арқылы өздеріңді бағалап көріңдер. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.